Айдос мырза, егер сіздің қолыңызда билік болса, Көлсайды қалай дамытар едіңіз? Қазіргі күндері Көлсай көлдері баяғы мен білетін Көлсаймен салыстырғанда арасы жер мен көк дейді. 2014 жылдары қателеспесем мен алғаш рет Көлсайға келгем. Ол кезде бір бұл жерде бір кафе жоқ, бір дүкен жоқ, тек қана Саты деген ауылда ғана келген қонақтар орналасатын еді. Ол кезде де жаңағындай бірен саран адамдар ғана болатын. Аллаға шүкір, қазіргі таңда туризм жақсы дамуда. Көлсайдан көптеген асханалар, жататын қонақ үйлер салынып, әдемі көрініспен тамақ ішетін орындар аз емес. Міне, біз қазір соның бірінде отырмыз. Енді әрине бұдан да әрмен қарай дамытуға болады. Жалпы біздің осы туризм саласында жүрген азаматтар мынау шет мемлекеттерден көп нәрсе алулары керек секілді. Мысал үшін әртүрлі бір әсемдік беретін ғимараттар соғу керек. Мына таудың, көлдің көрінісімен қатар әдемі ғимараттар болса, ол да бір ерекше бір сән болып тұрады. Және бір айта кететін нәрсе жол мәселесі. Біздің қазақ елінде көптеген табиғаты керемет жерлер бар. Мысал үшін Шығыс Қазақстанда 2022 жылы мен Марқакөлде болдым. Сол кезде бір байқағаным, ол жақтың да табиғаты өте керемет. Қатонқарағай бар, Марқакөл бар. Бірақ өкінішке орай жолдары өте нашар. Өскеменнен Марқакөлге дейін 500 км екен, соның жартысы мынау паромнан өтетін жері бар. Зайсан көлінен соға шейін жол жақсы да, одан әрмен қарай жол жоқ деп айтса да болады ғой. Өте нашар жол. Сол сияқты біз жаңа Көлсайға осы келатқан кезде, осы Көлсайдың жолы да нашарлап кеткені байқалады. Негізінде мен өзім шет мемлекеттерде көп болам. Соның ішінде дамыған мемлекеттердің бірі мынау Италия, Америка, Англияда болдым. Ол жерлерде бір байқағаным, жолдарға өте қатты мән береді. Яғни астына бетон құйып тұрып жасайды. Бір рет жасайды, ол жол 100 жылға дейін еш жаңағындай ақаусыз жұмыс жасап тұрады. Яғни ол жол кесілмейді оңайлықпен. Қанша КамАЗ өтсін, қанша груз өтсін, скупой платит дважды дейді ғой. Жақсы сөз бар орысша. Сондықтан жыл сайын бізде жол жөндеп жатқанын байқаймыз. Кейде енді расында бір ақша істеу ма деп те қаласың, өйткені Алматы қаласында тәп-тәуір жолдарды бұзып қайта жолдарды жөндеп жатады. Жалпы айтқым келген осы, Көлсай көлдерін әрмен қарай дамыту үшін тағы да біраз фантазияларды қосып, әртүрлі ғимараттар соғу керек, асханаларды көбейту керек, жататын орындар салу керек жақсы, және де жолға мән беру керек. Жол жақсы болса, туристер одан сайын көбейеді. Ал туристер көбейсе, біздің Алматы облысының, яғни Алматы облысы ол қазақ елі ғой. Қазақ елінің туризмі дамып, халқының әл-ауқаты арта түседі. Сізге қояр екінші сұрағымыз, қазіргі жастар туралы не айтасыз? Қазіргі жастар, енді біреулер айтады, қазіргі жастар ол поколение Z дейді, яғни ақырзаманның алдындағы соңғы дәуірдің азаматтары деп дегенде жаңағындай әңгімелер естіп қалам. Енді бір Алла біледі, ақыр заман қашан болатынын. Десек те қазіргі жастардың көп тұста мен әлсіздігін байқаймын. Енді мынау жақсы сөз бар ғой, круговорот времени дейді орысша. Тяжелые времена рождаются сильные люди. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождаются слабые люди создают тяжелые времена. Осылай айналып жүре береді дейді. Иә, қазір Аллаға шүкір бәрі жақсы. Және бір жастардан байқайтыным, тез байығылар келеді, тез жаңағындай көлік алғылар келеді. Былайша айтқанда қиналмай байып кеткілер келеді. Өзімнің өмірлік тәжірибемнен мен білсем, кез келген жеңіске жетуде, мысалы үшін біз шаршалаңда сұмдық тер төгетін едік. Өз-өзіңді аямай жаттығу жасаған кезде ғана соның жемісін жейтін едік. Ол тек қана спортта ғана солай емес, кез келген салада солай. Ғылым, білімде болсын, өнер жолы болсын, анау өзіңнің шамаңнан тыс еңбек етпейінше сенде бір жетістіктер болмайды. Ал сондай қиындықпен келген жетістіктің қадір құны да өте жаңағындай не болады? Бағалы болады. Сондай қиындықпен жеткен дүниенің өзі құнды болады.
біздің жастарға жетіспей жатқан тұсы сол, бірақ бәріне топырақ шашпайым. Қазіргі жастардың да ғылым білімге жақындары, былайша айтқанда бізге енді орыс тілді сөздер көп сіңісіп кеткен. Продвинутый дейміз ғой, продвинутый жастар да аз емес. Және бір осы жастарға көңілім толмайтын нәрсенің бірі жастарға қатысты. Енді бүгінгі жастар тәуелсіз Қазақстанда дүниеге келді. Біз мысалы 90 жылдардың басында дүниеге келсек, тәуелсіздіктің құрдасымын мен. Менде құлдық сана жоқ. Бұған дейінгі, мысалы 91-ге дейінгі туылған азаматтардың біразында СССР-дің жаңағы несі салдары сезіледі. Құлдық сана сезіледі. 10 қазақ тұрып, бір орыс тұрса, орысша сөйлейді. Ал қазіргі жастарда құлдық сана жоқ қой. Неге олар өз тілінде сөйлемейді? Неге көкірегін керіп, мен қазақпын, өз тілінде сөйлеу ол маған абырой деп неге жүрмейді деген сұрақ мені үнемі мазалайды. Мен жүрген жерімде сондай жағдайларға көп тап болам. Осы жақында ғана өзімнің Алматы қаласында тұратын жердегі жаңағы ауламда өзіміздің қарагөз қандас інілеріміз, жас балалар футбол ойнап жүрді. Бәрі қазақтың балалары, бәрінің аузынан шығып жатқан сөздер орыс тілінде. Мен намыстанып кеттім. Және қасымда жұбайым болған, жұбайым айттым, видеоға түсірші дедім. Қазір мен бір қызық нәрсе көрсетемін деп. Ол ойында еш нәрсе жоқ, видеоға түсіреді. Мен балаларға айта кетем, неге сендер бәрін қазақсыңдар, неге сендер өзге тілде сөйлейсіңдер? Әлде орыс мектебінде оқисыңдар ма десем, жоқ, бәріміз қазақша оқимыз дейді. Осы нәрсені мен интернетке салып едім, әжептәуір просмотр жинап кетті. Бір қызығы, мені сол жердегі балалардың біреуінің ата-анасы менің үстімнен арыз жазып жүрген екен. Ойлаңыздаршы. Менің бетіме келіп айтуға дәті шыдамайды. Менің үстімнен арыз жазып, былайша айтқанда полицияға шағымданған екен. Енді мен ол жерде біреуге қол көтерген жоқпын, біреуді боқтаған жоқпын, біреуді былайша айтқанда ар намысына тиген жоқпын. Тек қана үгіт насихат айттым. Үгіт насихат болғанда да ол бір діни экстремистік насихат емес. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді ғой Қадыр Мырзалиев атамыз. Сол ұстанымды ұстанып, өз тілдеріңді неге құрметтемейсіңдер, неге қазақ тілінде сөйлемейсіңдер деп айтқанымыз үшін менің үстімнен арыз жазған. Сондай қызық жағдай болды. Одан кейін Алматыдағы ең бір әл-ауқаты жақсы азаматтар жүретін жердің бірі Есентай мол, өте бір әдемі ғимараттардың бірі. Көбінде байқасаңыздар, сондай жерлерде біздің қазекеңдер орысша сөйлеп жүреді. Және ондай жерде орысша сөйлеу бір стильный көрінетін сияқты, бір сондай бір бұл жерде орысша сөйлеу міндетті сияқты солай қабылдайды. Және ол жерде де Starbucksқа кіріп біз кофе сұраған едік. Бізге алғаш кіргеннен бастап бізге здравствуйте деп қазақтың қызы орысша амандасты. Және мен атыла кеттім, неге сіз маған қазақша сөйлемейсіз? Мен қазақпын ғой, көріп тұрсыз. Және міне өзім осы қазір үстіме киіп отырған осы спортивкаммен барғам, ою өрнекпен.
соңында көріп тұр, бірақ жаңағыдай орысша амандасып тұр. Осы сана, осы құлдық санадан біз арылмайынша біз мықты ұлт бола алмаймыз. Қарапайым өзіміздің қандас жаңағыдай туысқан ұлттың бірі түрік халқы. Түрік халқының олардың енді рухтарына мен риза болам. Олар өте қатты құрметтейді түрік тілін, және түрік пен түрік тек қана түрік тілінде сөйлеседі. Бізге де сондай насихат керек. Жалпы осындай елім дейтін азаматтар тіл мәселесін қайта көтеріп, тіліміздің өркендеуіне атсалысуымыз керек. Неге біз өзге тілде сөйлеуіміз керек? Біздің намысымыз қайда? Ата бабамыз ақ білектің ұшы, ақ найзаның ұшымен осына ұлан-ғайыр атырап, жерді бізге өз тілінде емін-еркін сөйлесін, ешкімнен ұялмасын, сүмірейіп жүрмесін өзге тілде сөйлеп, деп аманат етіп тастап кетті. Ал біз болсақ, былайша айтқанда, сол аманатына қиянат жасап жүрген жағдайымыз бар. Түсінем, 70 жыл отарда болдық, бірақ білгенімізді біліп қойғанымыз абзал. Тарихтан сәл де болса хабарымыз болса, 300 жыл бойы біздің бабаларымыз сол 70 жыл бізді билегендерді билеген еді, отарлаған еді. Десек те, болашаққа мен сенемін. Қазір мен сияқты қазақтың осындай тіліне жанашыр азаматтары осы мәселені көбірек қолға алып жатқаны белгілі. Осылай қолға ала берсек, біздің тіліміз өркендеп, әлі дамитын болады, Алла қаласа. Айдос мырза, сізге қояр келесі сұрағымыз. Қазір қоғамда білесіз, белден төменгі нәрселер үйретіліп, халықтың арасында тарқалып кетті. Жалпы белден төмен әңгімелер, яғни соны үйрететін коучтар көбейіп кетті. Сол жайлы не айтарсыз? Расымен қазір мынау әлеуметтік желі дамыған сайын небір білгіштер көбеюде. Ішінде расымен білімділері бар, қанша жыл тәжірибе жинап, мықты білімі бар азаматтар да бар. Бәріне бірдей топырақ шашпаймыз. Бірақ жаңағындай біздің шариғатымызға, біздің салт дәстүрімізге қарсы жат, біздің салт дәстүрімізге, біздің дінімізге жат нәрселерді үйретіп жүрген, сол мәселелерді көтеріп жүрген арсыздар да аз емес. Мен оларды арсыз деп айтам, өйткені түнде ері мен әйелдің арасында болатын нәрсе қазақ үшін әр қашанда жасырын болған. Біздің ислам шариғатымыз бұлай үйретеді. Ері мен әйелдің әңгімесі екеуінің бөлмесінен шықпау керек дейді. Оның үйінен емес, тіпті бөлмесінен дейді. Тіпті өзінің бала шағасы да арадағы қарым-қатынас жайлы білмеу керек. Біздің қазақтың әдемі салт дәстүрінің бәрі осы асыл дініміз исламнан келген. Негізінде адамнан ұят кетсе, ол қиын. Бәріне жол ашылады. Қазіргі таңда міне осы YouTube желісінде просмотр жинау үшін, Instagramда просмотр жинау үшін әртүрлі қарагөз қарындастарымыз арсыз фотоларға түсіп, видеоларға түсіп, тарқатуда, салуда. Болмайтын бір лайк үшін қаншама отбасы осы себепті ажырасып кетіп жатыр. Бұл бұлай қарапайым нәрсе болып көрінгенмен, бұның арты үлкен
проблемаға әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан бұл мәселеге мән бергеніміз абзал. Айдос мырза, сізге қояр келесі сұрағымыз, жалпы той жайлы не дейсіз? Той қашанда қазақ халқы той тойлаудан қашпаған. Қаншалықты жаңағындай ұлан ғасыр той жасасаң, сол арқылы көгеріп көбейеміз деп ойлаған десек те, бұрынғы уақытта қазіргідей қарапайым халық шығындалмаған деп ойлаймын. Қазіргі уақытта көрінген нәрсе той болып кетті. Расымен бір адам 40 жасқа толады, ұлан ғасыр той жасайды. Қарапайым мектеп бітіргені болсын, тіл ашар дейді, жаңағындай мектепке барғаны болсын, үлкен қылып той жасайды, пәленбай адам шақырады. Ол тойды жарайды, қалтасы көтеріп тұрса жасай берсін. Жаңағындай кредитке қарызға алып, қарызға батып жасайды. Не үшін жасадың десе, елден ұят қой. Біз осы нәрсені қоюымыз керек деп ойлаймын. Біз қазақ халқы біреу үшін өмір сүрмеуіміз керек. Мен өзімнің ата-анамнан да байқаймын. Өзге ұлттарды айтып отырады. Олардың өмірі күшті ғой. Олар өздері үшін өмір сүреді. Олар охотаға барады, олар рыбалкаға барады, жазда демалуға барады, шетелге барады. Біз неге бара алмаймыз? Біз өйткені сол қыдыратын, бәлкім шетелді көріп дамитын қаражатымызды сол тойға шашып тастаймыз. Сөйтіп, соның кредитін төлеп, қарызын төлеп, өміріміз өте береді. Одан да басқа мәселелер бар. Мысал үшін, қазір сізді біреу тойға шақырса, сіз бұрынғыдай қуанасыз ба? Экранның ар жағында отырған азаматтар комментарияға жазыңыздаршы. Расымен қуанасыздар ма, тойға сіздерді шақырса қазір? Бірен саран қатты бір жақын туысың болмаса, қазір қатты қуанбайтын болдық қой, расымен. Өйткені сен тойға шақырса, сен міндетті түрде оған апаратын қаражатың болу керек. Қарапайым халықтың қалтасы көтере бермейді ғой. Үнемі тойға жаңа ақша апару. Бірақ сені шақырды ма, сенің орныңа ақша төленетінін сен біліп тұрасың. Сен ол жерге ақша апармасаң, бітті. Сені одан сыйламайды, сені құрметтемейді. Сондықтан меніңше біз ұлт ретінде өсіп дамуымыз үшін қазақ елінде өзіміздің қарагөз қазақтарымыз баю үшін, күшті болу үшін бізге сәл тойды азайтып, шамамызға қарай көсілгеніміз дұрыс болады деп ойлаймын. Айдос мырза, біз жалпы дамушы елміз. Қазақстан дамыған елдердің қатарына кіру үшін не істеу керек? Біз дамушы елміз. 2030 жылға дейін дамыған 50 елдің қатарына қосыламыз деген мақсатымыз да бар. Алла соған жеткізсін. Жақсы сөз жарым ырыс дейді қазақ. Үнемі біз жақсы сөйлеп жүруіміз керек. Бәрі жемқор, біз ешқашан ондай болмаймыз деген әңгіме айта беретін болсақ, расымен біз еш уақытта жетістікке ұлт ретінде жетпейміз. Ұлт ретінде, мемлекет ретінде біз көтерілмейміз, өспейміз. Жақсы сөз айтып жүруіміз керек, бірақ соған сай әрекеттерде жасауымыз керек. Бірінші кезекте менің айтарым, мемлекет пен халықтың арасындағы байланыс түзелсе деймін. Халық мемлекетті түсініп, адал еңбегін жасап, мемлекетімді көркейтейін, қарапайым көше сыпырып жүрген адамның өзі, мен өзімнің елімнің топырағын сыпырып жүрмін деген рухпен, деген жаңағыдай оймен өз қызметін атқаратын болса,
ол әрине нұр үстіне нұр. Ал мемлекет басындағылар халыққа жанын ашып, халықтың, мысал үшін мұғалімдердің, дәрігерлердің, өрт сөндірушілердің, сондай маңызды кәсіптердің айлықтарын көтерсе, және бір мән беретін нәрсе, мен көп дамыған мемлекеттерде болдым, соның ішінде Англия мен Америкада бір байқағаным, жаңа да айтқан болатынмын, көлік жолдарының сапасы өте жоғары. Біздің қазақ елінің көлік жолдарының сапалары өте нашар, ал көлік жолдарының сапасы түзелсе бізде бүкіл Қазақстан бойына, онда бізде туризм дамиды. Туризм дамыса, біздің мемлекетіміздің экономикасы көтеріледі. Сондықтан бізге дамыған елдердің қатарына қосылу үшін осындай қарапайым мәселелерге мән беру керек деп ойлаймын. Айдос мырза, келесі қоятын сұрағым, қазір білесіз, қоғамда өте талқыдағы мәселе, жалпы орамал мәселесі. Бұл жайы не айтасыз? Бұл көпшіліктің мазасын алып, көп дау тудырған мәселелердің бірі. Негізі бізде демократиялық мемлекет, өздеріңіз білесіздер, демократиялық мемлекетте еш нәрсеге болғанда жаңағындай не кием деген мәселеге тыйым салынбайды. Мысал үшін демократиялық мемлекеттердің төресі Америка, Англияны айтуға болады. Бұл мемлекеттерде мемлекеттік қызметте жұмыс жасайтын мұғалім болсын, аэропортта жұмыс жасайтын, кассада отырған қарапайым қыздар болсын, банкте жұмыс істесін, бәрі орамалда жұмыс жасай береді. Біздің елімізде де негізі тура осындай заң бар. Бірақ бізде өкініштісі сол мекемелердің басшылары, мысалы мектептің, дәріхананың аурухананың басшылары өздері дінді ұстана алмаған соң, дінді ұстанайын деген азаматтарды көре алмай ма, или үстіне кір жаққысы келе ма, жаңағындай. Былайша айтқанда тыйым салады. Ал негізі түптеп келгенде заң жүзінде әрбір адам не кием деуін, өзінің киімін киюі құқылы. Яғни мектеп формасы болса да, мектеп формасына сай қыз балалар орамалдарын тағуына болады. Рұқсат. Қазіргі таңда бұл мәселе көтеріліп, жақын күндері шешілгенде белгілі. Ендігі әрі бұл проблема болмайды деп ойлаймын. Жалпы баланың бетінен қақпау туралы бізге бір насихат айтсаңыз. Қазіргі таңда көптеген психологтар шығып жатқаны белгілі, көптеген психологтардың айтып жүргенде барша халыққа мәлім деп ойлаймын. Оның ішіндегі басты бір популярный болып кеткен бір сөздің бірі детский травма дейді. Детский травма дегенде міне осы бір жыл болған шығар мен өзім естіп жүргеніме. Бізді ата-анамыз, қазақта жақсы сөз бар ғой, балаңды аясаң аяма деген. Бізді ұрысып та, ұрып та өсірді, бірақ біз ұрысқаннан, ұрғаннан қорқақ болып қалған жоқпыз. Жаңағындай содан жаман болған жоқпыз. Әрине шамадан тыс ұрып соғу, оның ішінде әкенің ер балаға болсын, қыз балаға болсын, әкенің қол көтеруі ол дұрыс емес деп есептеймін расында. Өзіміз әкеміз бізді ұрған жоқ, бірақ әкеміздің қас-қабағынан, мысынан қорқатын едік. Ер азамат өзі сондай болса, бала шағасы оны ұрмай-ақ тайт дегенінен тоқтай біледі деп ойлаймын. Ал енді ақжаулықты аналарымыз
ұрсатын жерде ұрсып, ұратын жерде ұру керек деп ойлаймын. Өйткені мен өз басым бұзықтау бала болдым бала күнімде. Анамыздан таяқты қалай жеген едік. Шылықпен де, оқтаумен де ұрған, шылықпен де сабаған. Бірақ мен содан жаман болған жоқпын. Анам жетер жеріне жеткізіп, ашты қылып айтатын. Мен анам солай айтқан кезде менде үнемі жақсы өзгерістер болатын. Сондықтан жаңағы басында айтылғандай балаңды аясаң аяма деген ұстанымды бізде ұстану керек. Ол тек қана ұрып соғу деген сөз емес, балаңды аясаң аяма деген. Балаңды мысалы ұйықтабасынша, тренировкасын жасағанша ұйықтасын, одан да таңертеңгісін жаңағы қосымша ағылшынша барғанша демалсын, одан да деуден сақ болып, баланы керісінше аямай жаттығуға да беру керек, сабақты да оқыту керек. Зато ертең ол бала ел басқаратын, елдің намысын қорғайтын батыр, не би, не ақын болады. Еліміздің бір танымалы тұлғасы болады. Халқына пайдасы тиеді. Сондықтан тәрбие тал бесіктен демекші, кішкентайынан бала тәрбиесіне мән бергеніміз дұрыс.